Дубайдан өтіп Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Біріккен Араб Әмірліктері Абу-Дабидамыз. Бұл мемлекеттің астанасы. Бұл жерде 1,6 миллион халық тұрады. Бұл мемлекеттің мұнай қор орталығы және туризмнің екінші орталығы. Жалпы сіздер Абу-Дабиға келгенде нені қызықтай аласыздар? Бірінші кезекте Абу-Дабида әлемдегі ең үлкен мешіттердің бірі Заид мешіті орналасқан. Бұл әлемде 6-шы орында тұр. Онда қандай қызықтар болатын қазір көретін боласыздар. Екінші, Феррари орталығы орналасқан. Ол тоже Гиннестің рекордтар кітабына енген. Ол жақта әлемдегі ең ұзын американский горкалардың барлығы орналасқан. Ол жер өте қызықты. Үшінші, Үнді мұхитымен жағалауларда суға шомылуға мүмкіндік аласыздар. Төртінші, сіздер мына жақта жемеген тағамдарыңызды жеп көресіздер өміріңізден. Бесінші, сауда, саттық және де әдемі парктердің барлығына барып күшті фотоларға түсе аласыздар. Бұл сіздер үшін үлкен мүмкіндік. Сол себепті Абу-Дабиға келуге мүмкіндік болса, бұл жерге келіңіздер, өкінбейсіздер. Бұл жер өте ерекше қала. Жалпы барлықтарыңызға айта кетейін, мен Біріккен Араб Әмірлігі осы Абу-Даби қаласына кем дегенде 10 сағатқа ғана келдім. Видео өте қысқа болуы мүмкін. Мен бұл жерде көп жерге бармаймын. Негізгі менің отелім орналасқан жер Дубай қаласы. Мен сіздерге жақсы ақпарат болсын, мағлұмат болсын деген мақсатпен осы мемлекеттің астанасын түсіруге келдім. Менің кем дегенде осы жерде 10 сағатым бар. Сіздерге бұл жерде ең қызықты болатын жерлерді айтатын боламын, түсінікті қылуға да тырысамын. Сол себепті каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Міне Шарджа қаласынан Дубайдан өтіп Біріккен Араб Әмірлігінің астанасы Абу-Дабиден. Жалпы билет құны 35 дирхамға шықты бір адамға шаққанда. Сіздер егерде Дубайдан алатын болсаңыздар, сіздерге бұдан да біраз төменірек шығатын болады. Енді Абу-Дабиді аралайық. Автовокзалы Абу-Дабиден. Мен қазір мына дирхаммен төлейін деп тұрмын. 20 дирхаммен міне осылай. Мен карталайын деп тұрмын. Картаны осылай алатын боламыз. Бір күнге осындай аламыз. Нарадан сдачаны қайтарып береді астынан. Осылай картаны берді. Сдачаны шығару керек. Артық ақшаны. Жалпы Абу-Дабидің Дубаймен айырмашылығын келгеннен кейін уже байқап жатырмын. Бұл жақта көшелердің барлығы өзінің орнымен орналасқан, ғимараттардың барлығы күшті. Және де қала өте тап-таза екен. Ал Дубайда кейбір жерлер кір ластау болып тұр. Ал мына жақта өте тап-таза. Қазір бұйырса енді өз автобусымды күтіп отырмын. Абу-Дабидің автовокзалынан енді қазір бір үлкен мешітке баратын боламын. Қазір көретін боласыздар. Бұйырса оған бару үшін 94 деген автобус бар, соған отыратын боламын. Отырадан. Дубай сақылды күннен қорғану мақсатында осындай аялдамалар қойылған. Ішінде кондиционері бар, барлығы. Міне кестесі тұр. Осы арада 94 деген автобусқа отыратын боламын. Бұл аялдаманың іші. Міне қазір мен тұрған жер осы жер. Мен міне осы жерге баруым керек. Автобустар мысалы қалаған жеріңізден мысалы енді остановкаға келеді ғой. Адамдар келіп өздері басып есік ашылу үшін өздері осы кнопканы басып сөйтіп шығатын. Айтайын, мұнда автобустарда да, метрода да, барлық транспортта алдыңғы қатарда әйелдер отырады. Ол жаққа еркектерге отыруға болмайды, ал арт жақта алға еркектер отырады. Мен уже талай рет шатасып кеттім, шатасып, әйелдер отыратын жерге отырып қоямын да, маған артқа отыр деп ұмытып кете беремін. Осы Абу-Даби өте тап-таза, жасыл қала екен.
Тап-жасыл қала. Ал Дубайға барсақ, Дубай көп жері жасыл деп айта алмаймын, тек Бурдж Халифа сондай орталықтары ғана жасыл. Мынау мешіттің арнайы осырадан фотоға түсу үшін арнайы жасалған площадкасы. Қазір осының үстіне барам алдымен. Одан кейін мешіттің өзіне баратын болам. Енді мынау міне нарада смотровой площадка орналасқан. Қазір бұйырса осының үстіне шығып, фотосессия, видео жасауға болады. Қазір сонда баратын болам. Мынан ішіне кіргенде мен видеоға түсірем деп ойлаған болатын. Керемет кадрлардың барлығы шыққан болатын. Мен оны күштілеп түсірген болатын. Бірақ маған келді да, сіз не істеп жатсыз дейді да, мен блог жүргізіп жатырмын деймін. Жаңа сол микрофон сөйлеп жатқанымды көрді да, өшіріңіз болмайды дейді да. Соны айтамын, артық ештеңе айтқан жоқпын ғой десем, сонда да дейді да, соны мен галереямдағы удалить еттім. Одан кейін барып, жоқ, удаленныйға кіріңіз дейді да. Корзинаға. Соның ішіне кіріп, 10-та удалить етіп, соткамды тексеріп, короче. Сонда бір қиыншылық болып қалды. Мен сіздерге ойлаған болатын, бұдан да керемет қылып кадрлар түсіріп берем, керемет қылып істеп берем деп. Бірақ ойым жүзеге аспай қалды. Бұл жағы сол қиын болып қалды. Өкінішті. Сіздерге айтқан ең керемет мешіт осы. Бұнда видео съемка жүргізуге болмайды, сол қиын болып тұр. Мен осылайынан сіздерге көрсетуге тура келіп тұр. Бұлайынан видеоға түсіп жатқан сияқты істеп жатырмын. Негізінде жаңа оның алдында мен ескертіп алған болатынмын. Ал енді сонда да мен бетіне қайтпай түсіріп жатырмын. Көп өйткені түсіре алмайды екен бұны. Міне осылай. Бұның үлкендігі өте үлкен, аппақ еще. Бұл Шейх Ибн Заид Аль-Нахаянның атына берілген мешіт. 45 адам сияды. Өте көп адам сияды. Может, енді сол шейхқа сөз келеді деген сондай қорқынышпен видеоға рұқсат етілмеген шығар, білмеймін. Если мен арада салсам, маған елге депорт жасап, елге қаншама жылға кіргізбей тастайды. Мен сонда да сіздерге көрсету мақсатында түсіріп жатырмын. Өтірік фотоға түсейін деп жатқан сияқты қылып түсіре бермей жатырмын. Сол себепті өте қауіпті. Енді келетіндеріңіз болса, блог түсірем дейтіндеріңіз болса, бұраға рисковать етпеңіздер, өте қауіпті. Осылай. Мешіттен келіп, енді кешкі Абу-Дабиді аралауға кірістім. Енді осында бір-ақ күн негізі тоқталам деп шешкен болатынмын. Видео енді қысқа болса да сіздерге түсінікті қылдыруға тырысамын. Қазір қаланы аралайтын болам ары қарай. Бұйырса міне осы жақ ғимараттың арт жағында уже үлкен арнайы Абу-Даби Сити орналасқан. Қазір сол жаққа баратын болам. Осы Абу-Дабидегі үлкен мол, дәл осындайды біз Бурдж Халифадан да көрген болатынбыз. Бурдж Халифаның қасында Дубай мол болған болатын. Міне сол ана осы ғимараттың астымен арғы жолға өтетін болам. Мынау подземкасы жол асты өткелі. Іші тап-таза, өте тап-таза. Күшті. Негізі жалпы Абу-Дабидің көшелері кең орналасқан екен, ал Дубайда мысалы басты көшелері кең орналасқан, ал басқа көшелері тар орналасқан. Ал бұл жақта барлық көшені қарап отырсаңыздар кең орналасқан. Салыстырсақ, бұл мысалы біздің Астанада үйлердің арасы кең орналасқан ғой. Сол сияқты, ал Алматыда тығыз орналасқан. Бұл жақ енді Астанасы болғаннан кейін барлығы кәдімгі стиль бойынша архитектурасын барлығы өз орнын тапқан.
Ал Дубайда мысалы бүкіл үйлер тығыз орналасқан. Міне мен Абу-Дабидің орталық жағалауына келдім. Қазір бұл жақтағы көріністі айтатын боламын сіздерге. Бұл жақта тап-таза, тыныш, артық шу жоқ, керемет. Жағалаудан осы океанның лебі бетіңізге келгенде өте керемет әсер. Міне Абу-Дабидің жағалауы, міне осыдан кейін міне осының жолдың ар жағында жағалауы тұр. Мына бер жағында кішігірім парк. Мына жағында зәулім ғимараттар. Өте керемет. Енді осы жақтың бір қызығын айтайын. Бұл жақта енді жағалауда орналасса да, үлкен океан қасында тұрса да, бұл жақта судың қадірін құрметтейді бұл жақ. Мысалы, гүлді суарғанда бұл тамшы арқылы суарады. Мынандай біз сақылды төбесінен кеп суара салмайды. Бір тамшы арқылы ақырындап қана суарып, солайын осы гүлдердің барлығын өсіріп тұр. Ал біздің Қазақстанда су тапшылығы болса да, біз енді суды үнемдемейміз, сол жағымыз қиын болып тұр. Бізге де осындай керек болу керек, өйткені судың қадірін білуіміз керек деп ойлаймын. Бұл жақта барлығы солайынан орналасқан. Абу-Дабида осындай лабиринт орналасқан үйлерден. Күшті екен. Осы орталықта орналасқан. Келіп көрсеңіздер болады, күшті орналасқан. Мынау жаңағы сіздерге айттым ғой, лабиринт сол. Соның картасы, мынау мен орналасқан жер. Осы мынау үйлер, мыналардың барлығы үйлер. Міне мына жағында ескі қала орналасқан. Міне сол лабиринттің жаны, мынау басқа жаны. Ана жақта уже суындыкімен күшті. Тап-таза, әдемі. Бағыт-бағдар тұр, қандай нәрсе қай жақта орналасқан. Ішінде мешіт бар, тамақтанатын орын бар, ескі қала бар, барлығы бар. Мен сөйтіп келе жатсам, осындай әдемі ресторан орналасқан. Жалпы Абу-Даби өзінің әдемілігімен таңғалдыруда. Бұл жақта адам саны өте аз, тап-таза да, жүре бергің келеді, керемет. Бұйырса Абу-Дабидан отель бронировать еткен болатынмын. Қазір соған бара жатырмын. Соған рум-тур жасайтын боламын, қанша теңгеге шыққанын айтатын боламын. Мен ол отельді бір күнге жалдадым. Негізгі менің отелім Дубайда орналасқан. Сіздерге түсінікті болу үшін мен солай жөн көрдім, ол жақта қалуды. Yes. Мен бронировать еткен отелім жиыны 10 мың теңгеге шықты бір күнге осы. Ажағында санузелі. Міне мына жағында уже маған берілген номер. Осылайынан. Қазір бар, ажағында уже панорамный терезе бар. Өте керемет. Бар жоқ 10 мың теңгеге бір күнге Абу-Дабида. Отельден шығып, қазір мына тұрған ғимаратты көріп тұрсыздар ма? Мына тұрған осы ғимаратқа баратын болам. Одан кейін Феррари паркіне баратын болам. Қазір таң сағат 9, күн ыстық, 25 градус. Отелім. Осы районда отель бронировать етілді. Міне, мына мен отелім. Осы болды отель. Мен қазір осы райдан 73-ге отыратын болам. Досым келді, қазір қадырайын деп жатыр. Негізі осы Абу-Даби қаласы островтардан тұрады. Бұл жақта әр район островтан тұрады. Мысалы, мен кіріп бара жатқан район жеке остров. Сіздерге айтқан жерге келдім. Енді қазір островның алыстағы бейнесін сіздерге көрсететін боламын. Кеттік. Мына ғимарат осылайынан көрінеді ол жақта.
Сіздерге алдын ала айта кетейін, мен осы Абу-Дабидағы бір күндік отельді Hostel Log деген арнайы программа арқылы бронировать еттім. Осының алдында мен Түркия мемлекетінде болғанда Booking.com сайты арқылы бронировать еткен болатынмын. Бірақ мен одан да тиімдісін таптым программа, ол Hostel Log. Сол себепті сол программа арқылы сіз қалаған жеріңізде, қалаған бағаңызда любой отельді бронировать ете аласыздар. Міне енді осыраны біраз аралап болдым. Ортасында кішігірім парк орналасқан екен. Енді қазір Ferrari паркке барайын деп тұр. Қазір о жақтағы қызықтарды көретін боласыздар. О жақта не бар, барлығын түсіндіретін боламын. Басын қайтадан 67 деген автобусқа отырғалы тұрмын. Одан кейін барып, тағы пересадка жасаймын. Жаңа түстім, қазір пересадка жасаймын. Бірінші картаны тексеріп алайын деп тұрмын, ішінде қанша ақша бар, қалай қалды соны. Мен ар жағында парк тұр. Қазір осы парктың ар жағында тағы басқандай остановка тұр, автобус. Соған барып отыратын боламыз. Мен былай тексереміз, мұнан араға қоямыз. Деген осырадан шығады. Қанша сатық ақша қалды? Менде 6 дирхам қапты. Айтайын, бұл жақта суды қатты үнемдейді. Құрметті дейткені, бұл жақта ішетін су мүлдем жоқ. Қиын бұл жағы. Олар арнайлап, осы Индонезиядан ішетін су арнай алдырды. Дейткені бұл жақта тұзды су ғана. Сол себепті гүлдерді суғарғанда да, барлық нәрсе суғарғанда тамшы бойынша ғана суғарып, хадисте жазылған ысырапшылдыққа жол беруге болмайды. Мысалы біздің Қазақстанда өзіміз қатты суды өйтіп үнемдемейміз, сол жағы қиын. Біраз бізге де сол жағын үнемдеу керек. Қазірдің өзінде бізде суға тапшылық басталып келе жатыр ақырында. Сол себепті ол өзімізден басталады, барлығымыз суды үнемдеп, ондай нәрсеге жол бермейік судың ысырапшылдығына. Жалпы негізі Біріккен Араб Әмірліктеріне келсеңіздер, ақшаны ауыстырып алыңыздар. Өйткені бұл жақта Қазақстан секілді цифровой жағы қатты дамымаған. Мен мысалы ауыстыратын кезде бұл Аль-Сари деген арнайы обменник ақша ауыстыратын жерден алдым. Өйткені оларда тез болады, жақсы аласыздар. Ал государственный бар, оларға бармаңыздар. Аль-Сари дегенге ғана барыңыздар. Аны государственныйға барсаңыздар, олар сіздер сұрақтың астын алады, заграничный паспортыңызды тексереді. Сондай көп сұрақтар болып кетеді да. Отеліңізді тексереді. Сол себепті ондай керек емес. Осы Аль-Сари деген осы банк арқылы алыңыздар. Ferrari Ford деген осы. Бұның көлемі деген өте үлкен. Ferrari Fordқа міне осылай барамыз стрелкамен. Міне былай қарай көрсетіп тұр. Ана үлкен американский горкасы. Міне мынау. Міне Ferrari'дің символы. Міне барлықтарыңызға айтқан Ferrari Ford деген осы жер. Жалпы бұл Гиннестер рекорд кітаптарына енген, сол анда тұрғаны әлемдегі ең жылдам және ең биік американский горка. Ол Гиннес рекордтар кітабына енген. Жалпы осы Ferrari'ға кіру құны өте қымбат, 350 дирхам, теңгеге шаққанда астында тұр. Енді мүмкіндіктеріңіз болып жатса, енді келуге тұрарлық жер негізінде өте әсерлі, эмоцияға адреналин алатын керемет жер, отбасылық жер бұл. Тұрғандарыңыздай, міне осылайынан жердің бәрін қазып, өсіп ағаштар отырғызады. Сосын барып, осы судың көлемін үлкейтіп жатыр. Мына ағаштар тұрған арасы, мына ағаштар суда тұр. Осылай қаланы жасылдандырып жатыр. Сол кезінде қала төбесінен қарағанда шөл дала емес, жасыл аймақ айналғанын көруге болады. Өте таңғалдырады. Міне мына отырған жасанды арал. Көрдіңіздер ме? Ар жағында теңіз тұр. Сонымен үсті болар қалашыққа айналдырған жасанды аралдың үстіне қала салған ғой, былайша айтқанда. Міне өздеріңіз байқап тұрғанда, міне мен осы жерде кетіп бара жатырмын. Мұнаның барлығы қолдан жасалған аралдар. Міне мынау негізгі қаланың орталығы, міне осы жер. Бірақ осының барлығы аралдардан құралған. Жаңағы біз мысалы барған Ferrari Ford
оның өзі аралдан тұрады. Бұл жерде негізінде кезінде су ғана болған, соның үстінен осындай қала жасаған. Қазір міне мынандай аралдар жасалынып жатыр. Жақын арада бұл жердің барлығында қалалар болады уже. Негізі Біріккен Араб Әмірлігі де өзінің туын қатты құрметтейді екен, Түркия секілді. Мысалы, бұл жақта крандардың үстіне арнайлап осындай өздерінің туын іліп тастаған. Барлықтарыңызға рахмет. Осымен менің видеом аяқталды. Абу-Дабидағы видео қысқа болды. Оған ренжімеңіздер. Мен сіздерге дұрыс ақпарат бердім деген ойдамын. Мен бұл жерге келгендегі мақсатым сіздерге Абу-Дабиді таныстыру болатын қысқаша. Енді өз мақсатымды орындадым деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басып, менің жұмысымды бағалай кетіңіздер. Комментарийға өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.